Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Жаштарға қарыған атаның күнделігі. Дневник жазасыңар ма? Қарыған атаның күнделігінен бір оқия. Қарыған атаның күнделігінің ең ақырғы парағында шул жазылып тұр. Қарыған чал. Бетте ең жас ұлғайған кім? Қарыған бұл 70-тен өтіп қалған чалдың күнделігі. Ошол чалдарда бір күн сағошан қычыраған жігіт еле. Белінде қолында күші бар еді. Денсаулығы чың еді. Қарыған чалдың күнделігіндегі жазу ушул екен. Оқысам дейді, Таманнайту деген мечтат еттім дегені. Қырғызша не болады? Қиялдандым. Чалдың қиялдануысы. Емне менен мечтат еттіп тұр? Мен дейт мечтат еттім дейт, 11-ші класты бүтсөм деп. Құдайыма шүкір жаштың құдай тілегін береткен орта мектепті бүттім дейт. Анан қиялдандым дейт. Шаарға барып дейт, бір де вуз жоғарғы оқу жайда оқысам деп. Жоғарғы оқу жайда оқыдым бүттім дейт. Андан кейін қиялдандым дейт. Фигурасы келішкен, мені түшінген бір жарға жетсем, үйленсем деп дейт. Құдайым мен тілегім беріп, мені түшінген жақшынаға бір аялға үйлендім дейт. Үйленгеннен кейін мечтат еттім дейт. Балалы болсам, қызды болсам деп, Аллах бала берді, қыз берді. Мечтат еттім бір батирге жетсем квартираға деп, квартираға жеттім дейт. Балдар чоңойған сайын квартираға батпай қалдық дейт. Анан мечтат еттім, Құдайым маға бір жақшы там берсе, гаражым болса, машинам болса деп, аға да жеттім дейт. Кейін мечтат еттім дейт. Бала үйлесем, келін алсам, қыз ұзатсам, күйеу бала болсам деп. Құдай Таала аға да жеткіз дейт. Кейін мечтат еттім. Бұл үмітті көбеймейді екен да. Невре той қылсам дейт, невре той қылдым дейт. Анан бір күн отырып алып дейт, Раббым Алла. Раббымыз кім? Раббым Алла. Диним, пайғамбарымыз. Емі дейт, мечтат еттім дейт. Емі Раббым Алла, пайғамбар Мухаммад, диним ислам, китебім Құран болғаннан кейін, шу Құрандан кішкене мен де жаттасам дедім дейді. Не қылсам? Құран оққанды үйренсем, Құрандан біраз жаттасам дедім дағын. Құранды қолыма алып, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, Қул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан. Оқимын. Мұрдағыда естітім жоқ дейді. Жаттай албаймын дейді. Тілім келішпейді дейді. Тіл қатып қалып тұр дейді. Әрекет қылам, көкме болып қалыппын дейді. Памет жоқ дейді. Құраным болған кітепті оқи албаймын дейді. Ана мечтат еттім дейді. Құран оқығанға жарабай қалыппын. Емі мүрзем жарық болсын, ақыретім үшін түнде тұрып тахаджуд оқиын деп, түнде ниет қылып дайрат алып намазға тұрсам, денемді бұттарым көтербейді дейді. Рүкі қыла албаймын, белім ауырады дейді, сахарым бар, давлениям бар, башқам бар дейді. Намазға ем жарабай қалыппын. Емі мечтат еттім дейді дағы. Емі намазға жарабасам, түнкі намазды еме қыла албасам, пайғамбардың сүннеті дүйшембі, пайшембі ораза қармасам деп ниет қылдым дейді. Оозымды жауап дейді, ораза қармайын десем, давления бар дейді, сахар бар, башқа бар, оразаға ем жарабай қаптым дейді. Ошонда дейді, пайғамбардың бұл хадисі жүрегіме қанжар сайылғандай сайылды дейді. Бұл хадисті ұғу үшін бір келіме келтіреміз. Жанағындай чал бол ерегіңде бұл хадисті терең düşün. Иғтаним хамсан қабла хамсин. 5 нәрсе башыңа келбестен мұрда 5 нәрсені бағалай біл. Біріншісі, хаятака қабла маутик. Жашауыңды өлім келбестен мұрда бағалай біл. Ажеке, мен жашмын, өлім алы келбейді дебегін. Мүрзеге барғын, мүрзеде бұл қабырыстан мүрзе чалдарға, кәмпірлерге деген жазу жоқ. Чалдар қарыған қариялар үшін деген жазу жоқ. Ал жерде наристе де бар, жашта бар, байла бар, бардығы бар. Жашауыңды өлім келбестен мұрда бағалай біл. Өлім айтып келбейді. Екіншісі, шабабака қабла харамик. Жаштығыңды қарыбастан мұрда бағалай білген. Бір күн жана чалға оқшып, сен де беліңнен, қолыңнан күшің кетеді, памятың кетеді, башқаңа еш нәрсеге жарабай қаласың. Üçüncüsü, farağaka qabla şuğlik. Boş vaxtыңды башыңа түйшік келбестен мұрда бағалай біл.
Бүгін урматтуу мусулман бир тууган, ала силердин көзүңөрчө 50 рубльді бияка ташсам, 100 рубльді бияка ташсам, карап туруп айтасыңар, дамланын крышасы кетиптир дейсиңер. Туурабы? Акчаны алып түшкөл таштай берсең. Жашоодогу сенин эң чоң оборот кыла турган капиталың, сенин эң чоң байлыгың ал сенин убактың. Убактыңа көңүл бур. Бүгүнүң эртең болот. Эртеңиң эч качан бүгүн болбойт. Бул маселеде эч бир акылдуу менен талаша албайт. Убактың өмүр кетип атат. Күнүгө күн чыккан кезде мындай кайрылып өткөн. Я ибн Адам, о адам баласы, ана халкун жадид. Сенин өмүрүңдөн мен бир жаңы күнмүн. Ва ала амалика шахид, сенин кылган амалыңа күбөмүн. Фагтаним минни, менден пайдаланып калгын. Фа инни ла ауду иля яумил кияма, кыяматка чейин мен кайра келбеймин дейт. Күнүгө күн чыга, бүгүн воскресенье болду, понедельник болду эмес. Күн чыккан сайын, адам баласы, сенин өмүрүңдөн бир жаңы күн, сенин жасаган ишиңе күбө, ал башка келбейт, пайдаланып кал. Пайгамбар айтат, кимдин бүгүнкү күнү менен кечеги күнү окшош болсо, кече бир сүрө билетиң, кече бир сөз жаттадың эле, бүгүн да шол бойдон калсаң, алдыга умтулуп жаңы бир илим албасаң, жаңы кадам койбосоң, жашоодон сен уткуздуң. Кимдин бүгүнкү күнү кечеги күндөн начар болсо, артка кеткен болсо, ага наалат болсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жер шары өз огунда айланып турат, туурабы? Токтоп калса эмне болот? Кыямат болот. Эгер жашоо өз огу менен айланып атса, алдыга жылып атса, сен эмне бир жерде эле тура бересиң? Неге умтулбайсың? Илимде, билимде, башка эмеде. Урматтуу мусулман бир тууган, жашооңду өлүмдөн мурда баалай бил, жаштыгыңды каарыбастан мурда баалай бил, убактыңды башыңа түйшүк балай келбестен мурда баалай билгин. Васихатака кабла сакамик, ден соолугуңду оорубастан мурда баалай билгин. Вагинака кабла факрик, колуңда бүгүн барбы? Эртең муктаж болуп, камбагал болбостон мурда баалай бил колуңдагы тыйын тыпырыңды. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги маселе жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Формула эсиңерде калсын эмне экен? Жаштык плюс боштук барабар бош болбогун. Жок дегенде бар спорт менен алек болгун, китеп окугун, бирөөгө жардам бергин, ата энең менен сүйлөшкүн, бир дагы иш кылгын. Анан бош отуруп алсаң не кыласың? Боштук болуу күнөөнүн башталышы.